Капустаны қалай дәмді қып тұздауын білгіңіз келсе, онда видеомды соңына дейін көруді ұсынамын. Сәлем оқырмандарым, менің видеома лайк басып, астына комментарий жаза кетіңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші капустамыздың барлығын тазалап, пішірген жерлерін кесіп, одан осындай капустаны 4-5 бөлікке бөліп тастаймыз. Мынау алдын ала жасап қойған ашшым. Капустаны өстіп ретімен қатар-қатар салып, үстіне тұзды себеміз. Тұзды бұлайынша тамаққа тұздағаннан да көбірек тұздаймыз, 2 есе көбірек тұздаймыз. Өйткені кейін су қойған кезде тұзы суға өтіп кетеді. Жаңағы дайындап қойған ашшымызды бетіне жағып, мынандай қуыс қалған жерлерге капустаның осындай майда қабықтарын тастаймыз. Бос орын қалмас үшін. Өстіп бірін үстіне бірін салып, тұздап, одан бетіне ашшымызды жағып, қабаттай береміз. Мынау менің кішкентай қызым анасына көмектесіп, жәрдемдесіп жатыр. Осылай тұзды аямай себе береміз. Менде мына ыдыс 100 литрлік ыдыс, ал капустам болса 2 қап. 2 қапты 2 ыдысқа салам. 1 қап капустам 1 шелекке кетті, 100 литрлік шелекке. Мінеки қызым соңына дейін капустаның бәрін жайып, өзі тұздап, бетіне ашшысын жағып жатыр. Және де сіздерге лайк басыңыздар деп қолымен лайкты көрсетіп жатыр. Мінеки осы қызымның көңілін қалдырмай лайктарыңызды басып отырыңыздар. Лайк басып, каналға тіркеліп, астына өздеріңіз қалай тұздайсыздар, басқа қандай рецептер білесіздер, астына комментарийға жазып бөлісе отырыңыздар. Лайктарыңызды аямаңыздар, таныстарыңызбен бөлісіп отырыңыздар осындай рецепті. Бұл рецепті менің анам жасайтын. Бұндай рецепті ешкім сіздерге тегін айтып бермейді. Осы еңбегіміз үшін бізге лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе беріңіздер. Енді міне ыстық су қайнатып әкеліп, жан-жағына құйып отырамыз. Тек қайнап тұрған ыстық су керек. Бір 35 литрдай су қайнатып әкелдім. Осыны 2 шелекке бөліп құямын. Мінеки, бәрін құйып болғаннан кейін бетіне бір ыдыспен жауып, ауыр нәрсемен бастырып қоямыз. Мен мынандай тастай ыдыстарына су құйып, осы судың ауырлығымен бастырып қойдым. Өстіп жылы жерде тұрады. Міне менде батарейканың түбінде тұр, складта. Және осы ертең Құдай қаласа суы шығады. Міне бір күн өтті, ертеңіне қарасам, осындай суы шығыпты. Судың дәмін көресіздер. Менде сәл тұзы аздау болып қалған екен, үстіне тағы да 1 килограмм тұзды 2-ке бөліп, 2 шелекке сеуіп шықтым. Мына шелегімнің суы сәл шығыңқырамай тұрады, оған да 1 шайнек су қайнатып құйып жібердім. Енді сіздерге мына капустаның арасына жаққан ащы аджикамды қалай жасағанымды көрсетейін. Осындай 1 қап болгарский әкелдім және 2 килограммдай ащы бұрыш. Осыларды мясорубкадан өткізіп, біріне бірін араластырып, қайнатамыз газға қойып. Мына чеснокты да мясорубкадан өткіздім. 700-800 грамм ба, сондай. Бәрін қосамыз да араластырып, жарты сағаттай қайнатамыз. Ол сумен дайын болады. Дәміне қарай тұз саламыз. Мен бір 4 ас қасықтай тұз салам. 1
осы қайнап болғаннан кейін дайын капустаға жаға беріліп бағана. Мінекей, бұл капустаға өте керемет дәм береді. Менің капустам әлі дайын болған жоқ. Дайын болған кезінде қалай шыққанын тағы видеоға түсіретін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.